Сәлемдер сендер менің мейлесіздер қалайсыңдар. Бүгін біз блогершон айтпамыз, не Владик Кавказ сәлемдер. Видеоның тақырыбынан көріп отырғандай, превьюден көріп отырғандай мен бизнестермен перекөр жасаған болатын. Видео өте қызық шықты деп ойлаймын. Каналға тіркел, лайктарыңды басып кетіңдер. Ал біз видеомызға кеттік. Достар, менімен бірге блогершон алғыңыз келсе, описаниеда тұрған скачать блогерсе деген ссылканы басып, ойынды жүктеп, ойынға кіргесін Владик Кавказ серверін таңдап, ойынға кім шақырды деген жерге менің Кензо Якудза деген никнеймді жазып, ойынға кіргесін /promo активировать промокод деп хэштег #AliKRMP деп жазсаңыздар, сіздерге бонус беретін болады. Ал удачи. Короче, мен алдында алған ларекті уже сатқан болатын, 4 миллион 100-ге алып 5 миллион 100-ге сатқан болатын. Комиссиямен маған 4 миллион 890 мың түсті, окуп 790, ары қарай кеттік. Вот, короче, мен уже райдерден 6 миллион 300 алайын деп жатырмын. Условиясын айтайын, біз верно деп жазайық. Верно. И сразу тайм жасап алайық. Вот, уже 6 миллион 100 түсті комиссиясымен. Вот, енді бұны сразу шешіп алайық. 6 миллион 100 мыңды шешіп алайық. И 700 қанша қалды? 740 мың қалды. Все, онды шешіп алайық. Короче, мен уже аукционға келді. Мен аукцион деп жазайын. Аукцион. И, короче, енді одежда 500 тауып алайық. Вот, мен уже 12 миллион тігейін деп тұрмын. Примерно бір или 5, или 7, или 8 секундтарда тігемін. Күтейік, или 1, или 2. Вот, уже секундтар кетіп жатыр. Или 4, или 5, или 6, или 7. Вот, все тіктім. Все пиде болды. Ешкіммен перевод еткен жоқ. Все наш, короче, алдық. Мен уже алған одежда бизнесімді уже 17 миллионға сатайын деп жатырмын. 15 миллион қазір бизнеске аукцион арқылы тігеді. 2 миллион, короче, долг неделюге қалады. Вот уже ол, мен уже бизнесті тігіп қойдым. Енді ол, вот тайп жасады. Енді ақшаны тіккен сияқты аукционды жазып қарайық. Все болды, уже 15 миллион тұр. 3 сағаттайын ақша маған келеді. Уже 3 сағат өтті, вот уже ребард деп жазып тұр. Өйткені мен уже ақшам келді. Короче, комиссиямен 14 миллион 250 мың келді, 750 мың комиссия ұстап қалды. Вот, мен уже райдерге өз долгын қайтарайын деп жатырмын. Алтта 3 верно. Короче, ол қазір верно дегенде біз тайм жасайтын боламыз. Верно деді, вот уже тайм жасап алайық. Енді, короче, вот счетымызға бірінші ақшамызды салып аламыз. Положить 6 миллион, примерно 350 мыңдай ма салайық. 350 мыңдай салайық. Вот, енді мен райдерге уже 6 миллион 300 жіберейін деп жатырмын. Енді далее все уже жібердім. Информация қанша ақша қалды екен? 16200. Менің бизнес алған балаға қалған 2 лямын қайтарайын деп жатыр. Я тебе отдаю 2к долг за бизнес, который ты мне продавал, верно? Верно деп жазайық. И все, тайм жасады. Остальные деп жазып жіберейік. Верно деп 2к верно деп жазып жіберейік. Мына қатар условия керек емес. Номер счета дейді. Короче, банк деп жазып номер счетты айтайық. Мой счет 3126 деп жазып жіберейік. Вот, проверяй дейді. Енді сразу банк деп жазып, мой счет Кензо деген кіріп, и 40 пин-кодты жазып, информацияны қарайық. Вот уже түсті комиссиясы ұстап қалып, енді неше. Все деп жазып жіберейік, верно деп. Проверяй, тайм жасап алайық. Иә, осымен біздің видеомыз аяғына жетті. Видеосы лайктарында басып, арнаға тіркеліп кетіңдер. Енді 500 подписчик өте көп рахмет. Енді біздің мақсатымыз 1000 подписчик. Енді осы подписаться етіп, лайктарыңды басып отқандарға бәріңе рахмет. Всем удачи, пока-пока. Чао.